Кеше маған осындай отзыв келді. Алдында менің бір оқырманым менің шығарған посттарыма сеніп, менен осылайынан омега алған болатын. Балдары кішкене аурушаң болғасын, иммунитетін көтеруге. И маған түнде кеше осындай видео жіберіп тұр. Алла сақтасын, жыбырлап жатыр. Нараңыздар. Жыбырлап жатыр ғой. Осындай құрт шыға ма кәдімгідей дейтіне қорқып кеткен ғой. Осындай нәтиже бар бізде. Көп болған жоқ, алғанына бір упаковканы алды. Ойбай, кәдімгідей үлкен ғой мынау дейтіне, көрдіңіздер ма? Одан да страшно мына видеоның ішінде. Одан да көп бүкіл құрттар шығып жатқан видеосы бар. Және де осылайынан балаңыздың иммунитетін дұрыстау үшін ең алдымен осындай дүниелерден құтылу керек. Жалпы таза жолмен осылайынан тазалықтан өткен, баланың денсаулығына ешқандай зиян тигізбейтін қарапайым омеганы бере отыра, осындай нәтиже көріп балаңызды қинамай, дәрімен тазаламай, осылайынан иммунитетін көтеруге үлкен септіктеріңізді тигізесіздер. Сол себептен прям омега жидкийді алуға барлықтарыңызға кеңес беремін.